Жолаушылар, ассалаумағалейкум. Бағана ғана сіздерге хабар тараттым. Ол жерде жігіттердің Қаратауды қалай асып жатқаны туралы айтқан едік. Міне қазір кеш батты, қас қарайды, жеңімпаздар белгілі. Әзірге ол құпия, жарыстың соңына дейін көріңіздер. Видеоның соңында біз жеңімпаздарды марапаттаймыз. Ұлы дала жорығының қорытынды концертін Қайрат Әлділгерей жүргізетін ме деп ойлап қалсам, сөйтсем оған ұқсайды екен жүргізуші жігіт. Міне Маңғыстау облысы, Жетісу облысы, Түркістан облысы, Жамбыл облысының жігіттері. Ұранымыз шаршама алға, тек қана Жамбыл облысы алға. Бәрекелді, құттықтаймын сіздер жеңістеріңізбен. Міне баннермен және бізге қымыз алып келіпті. Міне 5 деген баға беремін. Өтті 5 деген. Өйткені соңғы мәреге бірінші өтті олар. Молодец, палуандар олар. Олар таза батыр, қазіргінің батырлары. Соны қолдау жөнді бір келдік Тараздан қолдап. Төрешілер әділ баға берсе дейміз. Оңай емес, 1200 километрді. Шет жағасын бүгін лесіп көрдік. Тауда қалай аттарын жетектеп өздері шыққанын куә болдық. Ашсайдан 25 километр жаяу өтті балалар ат дедіктеп. Бәрі қасында болып біз соның. Салтанат ханым әзірлеген қымыз дәл осы киіз үйде. Бірер сәттен кейін мұнда мәдениет және спорт министрі кірді. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жамбыл облысының қымызы қалай екен, ұнады ма? Білмеймін. Жамбыл облысының несі? Жамбыл облысының қымызы. Мына киіз үйде сол апайларымыз, тәтелеріміз жасаған қымыз екен. Сол сізге ұнады ма деп сұрап жатыр. Ұнады ма? Дәмін деген жоқ. Қымыз болды ма не? 100 километрді қазақтың жігіттері бағындырады екен. Жетісу облысы алға. Ақыры біттіға 12 күн, 12 түн жігіттер талмай, тұлпарлары талмай, өздері талмай, міне жетті. Қазір Түркістанда көрініздер ме? Қанша жұрттың алдында туды биік ұстаңдар. Бізді жарыстан шығарып жүрсе де біз қайтпаймыз, өйткені біз қазақпыз. Ат үстінде жүрген жігіттеріміз, намысты қолбан бермеуге тырыстық. Бірге. Міне жігіттер, бұл жігіттер айтты, сөзінде тұрды. Біз Түркістанға барамыз деді. Міне қазір Түркістанда. Алматы қаласының жігіттері, жарайсыңдар. Ассалаумағалейкум, Қызылорда. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Қалай жеттіңіздер? Көңіл күйіңді айтып жүр. Зор көңілді, осы. Құттықтайым жігіттер, құттықтайым, мықтысыңдар. Сайыстағы ең жас шабандоз. Қазір Түркістанда 18 жаста Ұлытау облысының намысын қорғаған жігіт. Астындағы тұлпарының есімі қалай? Арқа көк тұлпары. Керемет, міне. Түркістанға жетті. Ең жас сайыстағы қатысушы міне осы жігіт. Молодец, жарайсың. О, Қарағанды облысы аға. Қарағанды облысының ағасы жасы 50-ге келсе де міне 18 жастағы жігіттермен тартысып ақыры Түркістанға жетті. Міне үлгі аларлық аған, қазақы намыс, қазақы жігер. Тамаша, құттықтайым аға. Бұл күнге екінің бірі жеткен жоқ, мықтысыздар. Қараңыздар, Маңғыстаудың тұлпарлары аяғын тағалап тұр. Бұлар да бірінші орын алған сезіп тұрған сияқты. Маңғыстау облысына қошемет аямай қадірлі құрметті қала тұрғындары. Бүгін сайыс бітті, ертең таңертең тұрып тағы 100 километр шауып кетіп жүрмеңдер. Адайлар шаба береді. Адай жылқысы деп енді мақтан етіп, көк мойнақ тірілді деп қуанып жатырмыз. Енді бұған негізінде дайындықсыз келдік. Небәрі 10-20 күннің ішінде енді жинап азғантай қойға мініп жүрген ат та бар, былай да бар. Енді дайындықсыз келгеніміз рас. Ал бұл жерде енді шындықты айтқанда адай жылқысын адақтап тұрған адайдың абыройын асқақтатам деген Каспийдің жағасындағы ат түбінде адайдың дұға тілегінің қабыл болған деп ойлаймын. Марафон бәйгенің жүлделі 2-ші орын иегерлері Шарипов Айдархан шабандоз, Насилла Азамат, Нұржігіт Айбол марапатталады. Көңіл күйім өте керемет. Аллаға шүкір, 1200 шақырымды бағындырып, сондай бабаларымыз жүрген тарихи бабаларымыз Кенесары ханымыздың жүрген жолын Аллаға шүкір 12 күнде еңсеріп қайттық. Аттарымыз аман есен, балаларымыз құламай, керемет бір есте қалатындай жоба болды. Алла тағала осы ел үшін істеліп атқан, осы бүткіл қазақтың батырлары істеп атқан жобамыздың жалғасы табылсын деп тілейміз. Ал үшінші орынды Түркістан облысының құрамасы еншіледі. Түркістан
Түркістан облысының шабандоздары келеді. Түркістан алға, жарайсыздар жігіттер. Облысының шабандоздары сіздерді естелікке суретке түсуге шақырамыз. Түркістан облысы осы жеңіске бірінші бірінші орын алу керек еді ғой. Түркістан облысы негізі бірінші орын алу керек еді. Бірақ үшінші орын алса да жақсы. Жаным қара балам, мен де анау Исатайдың әкесінің әпшесі боламын, туған. Енді осы ұлы дала жорығы басталғалы бері жан күйерміз. Көніге көріп, жаңағы WhatsApp'та даже жаңағы кішкене нервіміз ойнап, бір-бірімізге қаттырақ сөйлеп қалып, жаңа бауырлар. Сен көрінбесең, сені уайымдадық. 10-шы күніме вообще шықпай қойдың ғой. Сонымен ойбой, біздің ауылға келіп ауырып қалды ма деп уайымдадық. Командасы сайыстан шықса да 1200 километрді аяқтаған шабандоздардың әр қайсысына 1 миллион теңге сыйақы берілді. Ыстығы классымызда құрмет қошеметімізді көрсетіп отырайық. Шоқпардай кекілі бар Қамысқұлақ деген бір өлең жолындағы сынаған аты. Бүгінгі таңда ұзаққа шаппайтын, көзге әсемде сұлу көрінетін мына асыл тұқымды сәйгүліктерді сынаған жоқ. Абай айтқан ат. Бүгінгі ұлы даламыздың биоэкологиялық табиғатына сай келетін 100 шақырымды болдыртпай алатын белі бекем қазақтың қазанаттары. Сол қазанаттары мына ұлы дала жорығында бүгін солардың куәсі болдық. Жолаушыларым, білем сіздер мені қара бала деп атап кеткен екенсіздер. Сіздер үшін қара бала болайын. Мен сіздердің сенімдеріңізге, мейірімдеріңізге бөленгенім үшін өте қуаныштымын. Бұл жалғыз жолаушы арнасы. Міне жеңімпаздар анықталды, 12 күндік марафонымыз да аяқталды. Енді мен үйіме қайтам, бірақ жалғыз жолаушы арнасында одан да бөлек қызықты видеолар шығады. Бұл арманын бәрінен биік қоятын жандарға арналған жоба. Ал менің арманым саяхат, сондықтан сіздер де менімен бірге саяхаттаңыздар. Мен сіздерді жақсы көрем. Көп рахмет.